Біздің айналысатын сұрағымыз бұл ұзақ өмір сүру мәселелері. Соған орай енді ары қарай жалғастыра берейік. Адам ұзақ өмір сүргісі келсе, оны кәдімгі ниеттеніп, кәдімгі өзінің алдына мақсат қылып қойып, 24 сағат күніне 7 күн аптасына сол әрекетте, сол қимылда болу керек. Әрбір іс-қимылың, әрбір айтқан сөзің, әрбір эмоцияң бәрі соған байланысты болу керек. Былайша айтқанда, ол науқан емес, бірдеңені өткізіп берінде, содан кейін ал маған ұзақ өмір бер дегендей, ондай мәселе жоқ. Ол күнделікті кәдімгі айналысатын шаруа, кәдімгі жұмыс сияқты. Бірақ жұмысты істегенде сен жұмысыңа барасың, істейсің, келесің, үйіңе келіп, үйде демаласың да, мысалға. Бұнда ондай жоқ. Бұл күнделікті кәдімгі әрбір іс-қимылыңды осыған орай қалыптастыруың керек. Ішкен тамағыңды, ойлаған ойларыңды, айтқан сөздеріңді, істеген іс-қимылдарыңды, әрекеттеріңді, бойынан шыққан эмоцияларыңды, араласқан адамдарыңды керек болса. Соның бәрі де күнделікті өмірде сенің тікелей қадағалауында болу керек. Немқұрайлы емес, қалай болса солай емес. Әрбір іс-қимылың бақылауда болу керек қой, былайша айтқанда. Соның бір нышаны, ол энергияны сақтауға үйрену. Энергияңды бостан-бос жоймау. Соны біз бірінші әбден қарастырып алайық. Энергияны қайда жоғалтасың? Сен мысалға керек емес адамдармен қарым-қатынаста. Токсикалық адамдар болады деп, былай айтқанда, адам жылай беретін, өздерінің нелерін шағымдана беретін, біреуді айыптай беретін, бәрін біреуге іліп тастап, өзінен жауапкершілікті алып тастайтын адамдар. Мысалға, бір дінде жүрген адам, ол жауапкершілікті өзінен алып тастайды. Бәрін де Құдай береді деп, болмаса Құдай берген жоқ, Құдай қаламады, немесе Құдай қалады деп, сынақ деп, сөйтіп қарағанның өзі, ол қателік негізі. Жауапкершілікті мойныңа алуың керек.